Рокфеллер мен Гейтстің бала тәрбиелеуі. Әлемнің ең бай адамдарының бірі. Әйгілі Microsoft серіктігін басқарған Билл Гейтсті білмейтін жан жоқ. Ол жасы 40-қа таяп қалғанда өзінің қарамағында қызмет істейтін Мелинда деген қызға үйленіп, Гавай аралдарында ұлан асыр той жасайды. Тойдан кейін Билл Гейтс әйелімен екеуі сырт көзге тосындау келісім шартқа отырыпты. Соған сәйкес ол Мелиндаға әр баласын туған сайын 10 миллион доллардан беретін болады. Қазір миллиардердің 3 перзенті бар. Қызы Дженнифер 14 жаста, ұлы Рори 11 жаста, кіші қызы Фиби 8 жаста. Сөйтіп, Мейлинда ханым әзірге 30 миллион доллармен шектеліп тұр. Одан басқа табысы да жеткілікті шығар. Қазақтың көмпіс келіншектері күйеуі Билл сияқты мәрт болып, әлгіндей уәде берсе, баланың санын 20-дан ақ қайтарар ма еді, кім біледі. Бірақ мұхиттың арғы бетіндегі Мелинданың миына ондай ой келе қоймаған сияқты. Біздің әйелдер бай болса да бай болсын, бай болмаса да бай болсын, тек көңіліміз жай болсын деп тәубесіне түсіп отыра береді. Ізін жалғайтын азды көпті баласын ақшасыз ақ туады. Өз баласын өзіне тауып берген үшін шаңырағындағы жаман шалынан шашыратқа сұрамайды. 50 миллиард байлығы бар сол Билл Гейтс балаларына астатөк мұра үлестіруді қаламайтынын мәлімдепті. Әрине, несібесіз қалдыра қоймас. Бірақ ол перзентінің әке қамқорлығын сезіне отырып, өздерді жұмыс істеп пайда тапқанын тәуір көреді. Демек, Асан Гейтс, Үсен Гейтс сияқты өмірге бейім болу керек. Гейтс мырзаның ғибараттысынан үлгі алсақ кәнекей. ақштың атақты алпауыты қаражат королі Джон Рокфеллердің байлығы өткен ғасырдың 40-шы жылдарында 900 миллион долларды құраған. Бұл бүгінгі ақшаға шаққанда 1900 миллиард доллар. Рокфеллер жас күнінде үнемі сөйлесоқ жүретін елеусіз бала болыпты. Сабақты да тәуір оқып жарытпаған, шешесінен ерте айырылған, әкесі де берекесіз біреу екен. Соның бәрі оны ширықтырса керек. Болашақ миллиардер өте оқыпты, үнемшіл, тиянақты болып өсіпті. Біреумен әңгіме үстінде де үнемі доллардың есеп-қисабын ойша шығарып отыратын көрінеді. Кейін есебінің мықтылығының арқасында атағы әлемге кең танылған. Сол Рокфеллер өз балаларына тәттіден бас тартқан үшін күніне 2 цент, қарындас ұштаған үшін 10 цент беріп тұрған. Ал таңертеңгі асқа кешіккен үшін айып салған. Перзенттерін байлықтың буына мас қылмай, әр нәрсенің парқын біліп, пайданы еңбекпен табуға үйреткен. Әйтпесе, әйгілі Рокфеллер балалары үшін бар ақшасын судай шашам десе де, өзі біледі ғой. Біздің арнамен бірге болыңыз. Тағы да қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз.